Қайырлы күн достар, бүгін баклажаннан осындай ерекше әрі өте дәмді тағам дайындап үйренетін боламыз. Бұл тағам жеңіл дайындалады, әрі түрі де ерекше болып шығады. Дәмі де өте дәмді. Баршаңызға міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Ол үшін қажетті заттар сәбіз, пияз, қызанақ, фарш, яғни тартылған ет, баклажан, сыр, яғни ірімшік және тұзбен бұрыш. Ең алдымен баклажандарды жуып, тазалап, осындай жарты бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Содан кейін оның ішін осылай пышақпен алып тастаймыз. Осылай ішін алып тастаймыз. Барлық баклажандардың ішін алып, осылай дайындап аламыз. Және де оның ішін одан кейін кішкене бөлшектерге, яғни кубиктерге бөліп, турап аламыз. Және де оны да қазір қосатын боламыз. Және жартысын мен алып қалдым, оны морозильникке салып қойдым. Яғни барлық баклажанның ішінің тек мен жартысын ғана қостым, қалғанын алып қойдым. Содан кейін қызып тұрған табаға шемшік май құямыз. Және де пиязды салып, оны жақсылап қуырамыз. Пияз осындай түске еніп қуырылғаннан кейін оған сәбізді қосамыз, және де екеуін жақсылап тағы да қуырамыз. Содан кейін жаңағы кубиктеп туралған баклажанның ішін осылай салып, оны да жақсылап үшеуін араластырып тұрып қуырамыз. Содан соң қызанақты қосамыз. Содан кейін тартылған етті, яғни фаршты қосып, барлығын араластырып, тағы да қуырып аламыз. Содан кейін дәміне қарай тұз бен бұрыш қосамыз. Және де араластырамыз. Содан кейін табаның қақпағын жауып, 15 минутқа қалдырамыз. Астын баяу отқа қойып осылай қалдырамыз. Неге 15 минут өтті. Осындай болып начинкамыз дайын болуы қажет. Одан кейін осы баклажандарды орналастыратын форманы немесе противеньді дайындап аламыз. Ол үшін оған кішкене май қосып, оны барлық жеріне шағамыз. Содан кейін баклажандарды осылай орналастырамыз. Неге баклажандар дайын, енді оған начинканы саламыз. Барлық баклажандардың ішін осылай дайын начинкамен толтырып аламыз. Неге барлығын толтырып алдық. Содан кейін күштен өткізілген сырды алып, барлығының үстіне осылай орналастырамыз. Осылай ірімшікті, яғни сырды барлығының үстіне орналастырып аламыз да 180 градус қызып тұрған пеште 25-30 минут бойы пісіреміз. Неге баклажандар пісіп дайын болды. Содан кейін оларды алып, тарелкаға салып, дастарханға береміз. Оның бетіне өзіңіз қалауыңыз бойынша аскөк немесе майонезді әдемілеп орналастырсаңыз болады. Мен осылай аскөктерді септім. Баршаңызға сәттілік, міндетті түрде дайындаңыздар.